2053 жылы, соңғы соғыстан кейін қылмыс деңгейі 800%-дан астам өсті. Бұл түрме жүйесіне ауыр салмақ түсірді. Бұл мәселені шешу үшін үкімет қорапты оңалту бағдарламасын ойлап тапты. Ол бұрында адамгершілікке жатпайтын деп саналған еді. Бұл бағдарлама тұтқындарға екі таңдау береді. Олар дереу жойылуға ерікті түрде келіседі, немесе бүкіл жазасын қораптың ішінде өткізеді. Тамақ пен су олар сатқындық жасаған заңды азаматтардың қалауы бойынша беріледі. Егер біреу қашуға тырысса, жойылады. Осы қораптардың бірінде француз әйелі көптеген жаралармен өмір сүру үшін күресуде. Оған 4 жылдық жаза берілген, әлі 2 жылдан сәл астам уақыты қалды. Оның құтысында су қалмаған, люкті тексергенде тамақтың орнына ұстара табады. Біраз тартынғаннан кейін ол ақыры бас тартып, ұстарамен өзін-өзі жояды. Австралиядағы тасты аралда жағалауда бірнеше қорап бар. Бір күні 2 бала ойнап жүріп, қораптардың біріне резеңке доп лақтырады. Бұл ішіндегі әйелді оятады. 13 тұтқын өзінің қолдары мен аяқтары байланғанын байқайды. Сондықтан арқанды тістерімен тартып, ақыры босайды. Оған 7 жылдық жаза берілген, және бүгін оның бірінші күні. Кенет қабырғадағы шам жыбылықтап, кішкентай люк ашылады. 13-і сыртқа қарап, балалардың кетіп бара жатқанын көреді. 1 секундтан кейін шам қайта жыбылықтап, люк жабылады. 13-і бостандық сұрап жалынады. Қораптағы экран іске қосылып, бейне жүйенің қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Соңында оған сен өзің таңдаған жердесің деп айтады. 13-і жүйкесі сыр беріп, қабырғаларды ұрып, өзінің кінәсіз екеніне ант береді. Ол жылап, айғайлап, шаршап ұйықтап қалады. Біраз уақыттан кейін люк қайта ашылады. 13-і тамақ алу үшін құтысын шығарады, бірақ ештеңе болмайды. Содан соң ол қораптың әр сантиметрін мұқият тексеріп, қашудың жолын іздейді. Бірақ бір жерді ұзақ ұстағанда жеңіл ток соғады. Бұл оны тоқтатпайды. Ол іздеуді жалғастырады, бірақ ештеңе таппайды. Сағаттар өте береді. 13-і өз ойларымен жалғыз қалуға шыдай алмай, тырнақтарымен қорапты тырнап, жалғыз ойын сауығы осы болады. Басқа қорапта тағы бір тұтқын оянады. Оның жазасы 2 жыл, әлі 500 күннен астам уақыты қалды. Кейде оған тірісің бе деп сұрайтын дауыс естіледі. Бір кеште ол шам панелін бұзбақ болады. Бұл қораптағы камераға дереу түсіп қалады. Сирена шырылдап, дауыс жойылу жақын екенін хабарлайды. Төбедегі металл шыбықтар түсе бастайды. Тұтқын үрейленіп айғайлап, ашық люктен көмек сұрайды, бірақ еш нәтиже жоқ. Ол еденге жатып, металл шыбықтардың жақындағанын қорқынышпен бақылайды. Олар бетінің үстінде тоқтайды. Экран мен дауыс санағы істен шығып, әйел бәрі бітті деп жымияды. Өкінішке орай, ақау аяқталып, шыбықтар оны жаншып өлтіреді. Келесі таңда 13-і қораптың әр сантиметрін қайта тексереді, бірақ пайдалы ештеңе таппайды. Жаңбыр жауғанда ол құтысын ашық люктің жанына қойып, су жинап, ақыры су ішеді. Біраз уақыттан кейін 13-і ұйқыдан дауыс естіп оянады. Люкте жас қыз оның жазасы туралы сұрайды. 7 жыл екенін естіп, оның саяси тұтқын деп шешеді. Қыз құтыны таза сумен толтырып, 13-і дереу жейтін тамақ түйіршіктерінің кішкентай дорбасын береді. Содан соң қыз оған әр тұтқынның болашағын азаматтар шешетінін еске салып, 13-інің кінәсізмін дегенін елемейді. Уақыт өте береді, 13-і ақылынан айырылып жатқанын сезеді. Ол оқшаулануға шыдай алмай, арқанды алып, өзін-өзі жоюға кіріседі. Бірнеше секунд дем ала алмайды, бірақ өлер алдында қолдары арқанды босатады. Содан соң ол жүйкесі сыр беріп, өз өлімінде басқара алмайтынын түсінеді. Бірнеше айдан кейін 13-і әлі тірі және қорапта қамалған. Оған газетке оралған тұқымдар берілген. Ол оларды ыдысқа тастап, жарық алу үшін газетті люкке жақын ұстайды. Өкінішке орай, мақалалар ол түсінбейтін тілде. 13-і азапталып жатқанын сезіп жылайды. Кейін ол қолын люктен шығарып, резеңке допты табады. Енді оның уақытын өткізетін нәрсесі бар. Күндер бір сарынды өте береді. 13-і ұйықтайды, доппен ойнайды. Басқару панелі люкті ашқанда күн сәулесін алу үшін пейзажды қарайды. Көп ұзамай денесінде жаралар пайда болып, күн сайын нашарлайды. Басқа қорапта ер адам 5 жылдық жазасын өтеп жатыр. Ол 1000 күнді өткеріп, енді тек мен өзім таңдаған жердемін деп қайталайтын бос қабыққа айналған. Бір күні түстен кейін дрон 13-інің қорабын алып, ондаған тұтқындар бар орманға тастайды. Қыз қайта келіп, не істеп жатқанын сұрайды. 13-і оңалу деп жауап береді.
Қыз Шекспирді оқып жатқанын, оның біраз уақыттан бері тыйым салынғанын айтады. 13 атын білмейді, бірақ оқи алатынын, тек қорапта рұқсат етілмегенін түсіндіреді. Кітапсыз оңалу болмайтынын айтып, қыз 13-ның қолын ұстап, Ромео мен Джульеттадан жол оқиды. 13 мұны әдемі деп тауып, бір күні оқуды армандайды. Қыз кітапты беруге тырысады. Бірақ 13 қиындық болмасын деп бас тартады. Қыз оған тамақ беріп, қайта оқу үшін келуге уәде береді. Қыз кеткен соң 13 оның тию мен ернін ойлайды. Камера бәрін жазып жатқанда қолынан озбырлық жасайды. Тұтқын болғанына 1 жыл өткен соң, 13 дорбадан тұқым жеп, ішінен кішкентай кітап табады. Камерадан теріс қарап жатып, оны ашады да, Ромео мен Джульеттаны тауып қуанады. Поэтикалық жолдар оған үміт береді. Келесі жолы таза су алғанда ол денесін жуып, жараларын инфекциядан сақтау үшін тазалайды. Жараларды ұстау өте ауырады, бірақ ол шыдайды. Содан соң лас суда лақтырады. Камера мұны су ысыраптау деп тіркеп, 13-ның қорабын жағалауға қайтарады. Кейін қыз қайта келіп, не істегенін сұрайды. 13 жауап бермей, қыздан кімді тамақтандыруды қалай шешетінін сұрайды. Қыз көптеген тұтқындармен сөйлесіп, аралап жүретінін түсіндіреді. Бүгін дауыл келе жатқан сияқты, сондықтан сөзін қысқартады. 13 оның жасын сұрап, 16 жаста екенін біледі. Бұл оған өлген сіңлісін еске түсіреді. Апталар өте береді. 13 кішкентай кітаптың арқасында ақылын сақтайды. Оны қораптың жарығында жасырып, цитата оқығысы келгенде абайлап шығарады. Әрдайым камерадан теріс қарайды. Кейде оқуға сонша зәру болады, күн сияқты күшті болмаса да, ай сәулесіне тәуелді болады. Бір күні дрон қорапты қайта жылжытып, 13 оның мұхит үстінен ұшқанын бақылайды. Қонған соң, люкте біреу алма жеп, оны мазақтайды. 13 жылап, кем дегенде бір тістем сұрап, рахым сұрайды, бірақ ер адам қораптағы жануарларға рахым көрсетпейтінін айтады. Оның ойынша, әр тұтқын оңалусыз жойылуы керек. Қысқа даудан кейін ер адам сауда жасауға дайын екенін айтады. 13 алма алады, егер оған озбырлық жасауға рұқсат берсе. 13 тамаққа зәру болғандықтан келіседі, люкке арқасын тақап иіледі. Ер адам оны зорлағанда патрульдегі дрон оларды ұстап, оқ атады. Ер адам дереу өледі, қорапқа кірген оқ 13-ның аяғын жаралайды. Ауырсынуға қарамастан, 13 сыртқа созылып, алманы алады да тез жей бастайды. Өкінішке орай, алма құртқа толы, ол құсып тастайды. Сол түні 13 сиренадан оянады. Дауыс тамаққа сауда жасау ережеге қайшы екенін, жаза ретінде 7 күн ұйқысыздықтан өту керегін айтады. Бұл 13-ның жалғыз ескертуі, егер ережені қайта бұзса, өлтіріледі. Қорапта жарқын жарық жанып, сирена тоқтамайды, келесі 7 күнде 13 ұйықтай алмайды. Ол көздерін және құлақтарын жейдемен жабуға тырысады, бірақ нәтиже болмайды. Ол тек ашудан айғайлайды, ақылы төмен құлдырап бара жатқанын сезеді. Кейде сирена тоқтайды, ол ұйықтамақ болады, бірақ көзін жұмғанда сирена қайта басталады. Ұйқысыздық аптасында 13 қорапта 2 жылға жетеді. Кейін ол қораптан тыс жерде адамдардың бақытты өмір сүріп жатқанын байқайды. Дауыс оның әділетсіз сотталғанын, азаматтардың оны босатуға келіскенін хабарлайды. Люкте әдемі әйел бейнесі пайда болып, ішке кіреді. 13 оны таныс деп ойлайды, бірақ танымайды. Әйел диванда отырып, шай шынымен ойнайды. Бұл бәрі галлюцинация, 13 босатылмайтынын түсіндіреді. Шын мәнінде бұл әдемі әйел 13-ның тұтқындалғанға дейінгі бейнесі. Әйел адам миының қандай психологиялық сапарларға шыға алатынын түсіндіріп, истерикалық күледі, ал 13 ауырсынудан жылайды. Ақыры қорап даусы жазаның аяқталғанын хабарлағанда 13 ұйықтай алады. Галлюцинация жоғалады, бірақ ол травмалады. Бірнеше түннен кейін 13 аспанда от шашу көреді. Дауыс жаңа жылды тойлау үшін азаматтар саяси сотталғандардан басқа барлық қораптағы тұтқындарға кешірім бергенін айтады. Бұл 13-ның кете алмайтынын білдіреді. Сол түні ол тістерінің түсе бастағанын байқайды. Бір таңда қарт әйел қораптың сыртында пайда болып, тот басқан ұстарамен қабырғаны қағады. Ол 15 жыл қорапта болғанын, бұл тәжірибенің оны қалыптастырғанын айтады. Ол 13-ге ұстара беріп, өзі болған адамды жек көретінін айтады. 13 ұстараны терісіне қарайды, бірақ қолдануға батылы жетпейді. Ақыры Шекспир жанкүйері қайта келеді. 13 оның шынайы екенін түсінуге бірнеше секунд кетеді.
Құтыны таза сумен толтырып, қыз оның қолын ұстап, кітаптан цитата оқиды. Бұл жолы 13-ші сөйлемді аяқтайды. Бірнеше айдан кейін 13-нің іші қатты өседі. Алма берген ер адаммен кездесуден жүкті болған. Қыз келгенде оның халқы оны құтқарып, жазасын олардың қамқорлығында өтеуге рұқсат бергісі келетінін айтады. Оның сөздері сиренаны іске қосады. Люк жабылып, қыз қашып кетеді. 13-ші мүмкіндігін жоғалтқанына азаптанып айғайлайды. Бірнеше аптадан кейін Люкте жаңа ер адам пайда болады. Ол 13-нің жүкті екенін, әлі 4 жыл жазасы бар екенін байқайды. Ол 13-нің рахымды тани ма деп сұрап, өртеніп жатқан қорапты нұсқайды. Ол тез өлім сұрауы керек деп есептейді, бірақ 13-ші оның ұсынысынан бас тартады. Кейін ол төбеден су тамшылап жатқанын байқап, бос бұранданы алып тастайды. Оны тырнақтарын қайрауға қолданады, содан соң түсіріп алады. Содан соң бұранда жасаған тесікті тырнап, оны үлкейтуге үміттенеді. Бірнеше айдан кейін 13-ші толғақты сезе бастайды. Ол тізерлеп отырып, ауырсынып итеріп, бала туады. 13-ші баланы жақын ұстап, кіндікті тістерімен кеседі. Сол сәтте сирена шырылдап, дауыс 13-нің қорапқа екінші адам әкелу арқылы ереже бұзғанын, жойылу керегін хабарлайды. Кенет қорап газға толып, 13-ні ұйықтатады. Оянғанда оның баласы алынғанын біледі. Ол жүйкесі сыр беріп, баласын қайтаруды сұрап айғайлайды. 4 жыл қамауда болған соң, қатты дауыл мен күшті теңіз толқындары қорапты соғады. 13-ші жасаған тесіктерден су кіріп, жарық панелін бүлдіреді. 13-ші пайдалы нәрсе табу үшін қолын созғанда, су жүйенің ақауысын тудырып, Люк оның қолын қысып қалады. Азаптанып айғайлап қолын тартады, бірақ шығара алмай, одан сайын жаралайды. Көп ұзамай жүйе қайта ақау шығарып, Люк ашылып, оны сынған қолымен босатады. Кейін ол қоңыз көріп, оны жалаң аяғымен басып тастайды. Содан соң оны алып жейді, құсып жібере жаздайды. Су әлі кіріп жатыр, ол құтыға біраз жинайды, бірақ қорап суға толады. Су айналасында болса да, ол кітабын оқуға тырысады. Ақыры су деңгейі сонша жоғары, ол әрең тұрады. Жүйе заңсыз араласуды анықтап, жойылу керегін хабарлайды. 13-ші су бетінде қалуға тырысқанда дрон қорапты алуға келеді. Бірақ ұшып бара жатқанда дронды найзағай соғып, жерге құлайды. Қорапта құлап, толқындар оны алып кетеді. Таңертең жағалауда 3 жасөспірім ойнап жүр. Олар қораптың жағаға шығып, артынан 13-нің өзі келгенін байқайды, бірақ оны елемей үйге қайтады.